Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін Құдай қаласа 3-ші нұсқаны бастаймыз. Енді сабақты бастамас бұрын кішкене бір нәрсе айта кетейін, балалар. Егер сіздің бойыңызда мына екі қасиет болатын болса, сізге ешқашан білім қонбайды. Біріншісі бұл ұялшақтық. Яғни білмеген нәрсеңізді ұялу. Кейбір балалар болады, кейбір оқушылар болады, балалар. Есеп шығарады, немесе сұрақты шешеді, шешкеннен кейін не болады? Білмеген сұрағын сұрауға ұялады. Ол адамға ешқашан білім қонбайды, жаңа нәрсе үйрене алмайды. Яғни білім үйренген кезде ұялшақтық деген нәрсені сырып қою керек. Білмеген нәрсесін әрқашан сұрап үйрену керек. Бұл сізді бірнеше минутқа ұятқа қалдыруы мүмкін. Мысалға, бәрі білген есеп, бірақ сіз білмейсіз да. Бәрі білетін формула, бәрі білетін бір сұрақ бар деге, простой сұрақ болуы мүмкін, бірақ сіз білмейсіз да, болар. Бірақ сіз оны сұрамасаңыз, өмір бойы ұялатын боласыз. Сіз 2-3 минуттық ұятқа бола бір нәрсені сұрамасаңыз, кейін өмір бойы ұялатын боласыз. Сол сұрақ келген кезде постоянно ұяласыз. Екінші нәрсе бұл тәкаппарлық деген нәрсе. Тәкаппарлық деген өте жаман қасиет. Құдай айтқан негізі тәкаппарлыққа жармаспаңдар, ол менің шапаным деп айтқанда. Сол сияқты балалар тәкаппарлыққа жоламаңыздар. Тәкаппарлық деген оқушыларда қалай болады? Мен бұл нәрсені білем деген нәрсе. Білем деген нәрсе ешқашан істемейді, балалар, жаңа нәрсе үйретуге жетелемейді. Ғалымдар айтады, егер адамның білімі артқан сайын дейді, еңкейе түседі дейді, кішіпейіл бола түседі дейді. Ол не сияқты дейді, мысалға, жеміс ағаш сияқты дейді. Жеміс ағашында жемістің үлкейген сайын, жеміс үлкейген сайын, масса сатқан сайын, балалар, жеміс ағашы майыса түседі ғой, еңкейе түседі. Тура сол сияқты адам білім көбейген сайын кішіпейіл бола түседі. Егер тәкаппар бола түссе, мен білем, менен артық білетін ешкім жоқ, простой есеп қой деген нәрселер бола бастайтын болса, ол сізге онда тәкаппарлық кіре бастағаны. Оқушыларда мынандай болады. Басында енді білім аз болады бізге келген кезде, мысалы ретінде. Каждый нәрсені сұрап жүреді. Аяқ жағында уже 30 балдан 28, 26, 27 ала бастаған кезде адамдар уже, ой, мынау какой простой есеп деген сияқты өзінше болып отыратын балалар бар. Мысалы, сыныпта да оқушылар. Яғни білімі көтерілді ғой, уже тәкаппар бола бастайды да, мен білемін ғой деген сияқты. Сөйтеді да ұбт-дан төмен алып жүретіндер болады. Кейбір балалар болады, қанша білім жоғарыласа да, бұрынғы құрметі сол күйінде қалған, бұрынғы мінезі сол күйінде қалған, яғни тәкаппарлыққа кетпеген балалар. Осы қасиет өте керемет. Ғалымдардың негізгі үлкен қасиеттердің бірі. Білімі артқан сайын кішіпейіл бола түседі. Ол адамға білім көбірек қонады. Бүгінгі 3-ші нұсқаны бастайық, ондай болса. Мынау бірінші есепті көріп тұрған шығарсыздар да, бірінші есеп жауабы әртүрлі болып келеді. Негізі бір жауап бір нұсқаларда 5, бір нұсқаларда 3, бір нұсқаларда вообще 2 деген жауаптар кездесіп жүр. Бұл апелляциялық сұрақ деп қарастырсақ болады, өйткені жауап бұл жерде негізгі жауап 3В болады, балалар. Себебі сұрақты оқиық. Дене гармоникалық тербеліс жасайды. Тепе-теңдіктен қозғалған дененің ығысуы мен кинетикалық энергиясының байланысы. Енді қарайтын болсақ, дене гармоникалық тербеліс жасайтын болса, ығысуы деген бұл X, балалар. Дененің тепе-теңдіктен ығысуы. Ол X. Ал кинетикалық энергия неге тәуелді? Жазып қоямыз, кинетикалық тең mv квадрат бөлінген 2. Енді кезген денеде, мысалы, қозғалыстағы дене болсын, қозғалысқа келтіріп жатқан дене болсын, 2 энергия болады, потенциал және кинетикалық. Олардың әрқашан қосындысылары тұрақты болады. Толық тең болады, потенциалдық плюс кинетикалық болады, балалар. Осы жерден ашатын болсақ, X-ке байланысты потенциалдық kx квадрат бөлінген 2 плюс mv квадрат бөлінген 2 болады. Енді мына жерге қарайық. Екеуінің қосындысы тұрақты болғанмен, біреу артатын болса, біреу әрқашан кемейді, балалар. Бұл жерде X қарайтын болсақ, мысалға, X артқан кезде, онда потенциалдық энергия кему керек. Бізде мына 3 график міндетті түрде болмайды. Біріншісі болмайды, себебі X артса, потенциал кинетикалық артып жатыр. Дұрыс емес. Мынау да дұрыс емес. 2 де дұрыс емес. 4 де дұрыс емес. Бір энергия өзгермейді, екіншісі артып жатыр. Ондай процесс жоқ, балалар.
толық энергия әрқашан тұрақты болады, бірақ біреу артқан кезде біреу кемейді. Енді қарасаңыздар, так, екі жауап қалды, 5 пен 3. 5 пен 3-тің қайсысы болады деген кезде, мынау квадрат теңдеу ғой, сондықтан мынандай прямой болмайды да, яғни түзу болмайды. Сондықтан жауап 3 болады. Өйткені mv квадрат деген квадрат бар, яғни график түзу бола алмайды, қисық болып кетеді балалар. Егер бірінші дәрежелі теңдеу болса, мысалға, егер x тең y болатын болса, онда график әрқашан түзу болады. Егер x тең дәреже болатын болса, x квадрат болатын болса, мысалға, да, какой-то бір, онда график қисая бастайды деген сияқты. Осындай бір нелер бар математикадан да. Сондықтан бұл жерде кинетикалық артады, кемейді, потенциалы артады, бірақ мынақты қисық график болады. Бұны үлкен графикін салсақ та болады, бірақ бірінші есеп болғаннан кейін салмай-ақ қойып, простой есеп деп қабылдайсыздар ғой. Окей. Так, сіздерге видеоны өшіре салайын да. Келесі есеп, үшінші есеп, екінші есеп. Так. Дыбыс толқыны ауадан суға өтті. Толқынның таралу жылдамдығын табу керекпіз. Дыбыс деген механикалық толқын. Мысалға, мынау су. Су. Толқын келді, мысалға, да? И өтеді суға. Ауадан, так, мынаны өшіре салайық. Ауа, су. Қай орта тығыз? Ауа ма, су ма? Су ғой, да? Су тығызырақ. Енді дыбыс деген механикалық толқын болғандықтан, ол серпін неғұрлым тығыз емес ортадан тығыз ортаға өтетін болса, жылдамдық көбейеді. Яғни, қаттырақ ортаға өтетін болса, немесе серпінді орта дейді. Серпінділігі көбірек ортаға өтетін болса, дыбыс қаттырақ тарайды. Сондықтан дыбыс толқыны ауадан суға өткен кезде не істейді? Жылдамдығы артады. Жылдамдығы артады деген ма? Жауап С. Мысалға, вакуумды қарайық. Вакуум бар, ауа бар, сұйық бар, иә? Одан кейін қатты дене болсын, иә, мысалға. Вакуумде дыбыс таралмайды. Себебі бұл жерде не жоқ, серпінді орта жоқ, ауа жоқ. Бұл жерде таралмайды. Ауада таралады, жылдамдығы кішкентай болады. Суда таралады, жылдамдығы үлкейе түседі. Қатты денеде одан да қатты болады. Себебі серпінді орта көбейе түседі. Яғни тығыздық артқан сайын ол жерде толқын жақсы таралады. Окей ма? Кеттік, ондай болса, келесі есеп. Номері 3-ші есеп. Күш моментінің өлшем бірлігі дейді. Күш моментінің бәрін білетін шығармыз, ә? Күш моменті дегеніміз M көбейтілген F көбейтілген L немесе F көбейтілген D деген формуласы бар. F деген күш, L деген арақашықтық. Иннің ұзындығы немесе. Сондықтан былай жасақ болады. Ньютон көбейтілген метр. Жауап А. Еттік арай. Келесі номері 4-ші есеп. Зат мөлшері 12 мол болатын бір атомды газдың ішкі энергиясы 4986-ға тең. Оның температурасын табу керек. Бұны қандай формуламен шығарамыз? Бізде зат мөлшері берген. Зат мөлшері деген бұл не? Нью, болар. Нью деген 2 мол. Так. Ішкі энергия U, ішкі энергия болса, ол негізі 4986 жолға тең. Температурасын табу керек, Т-ны табу керек. Демек, нью, U, Т. Осыған байланысты теңдеу шығарамыз. Ішкі энергияның теңдеуі негізі бірақ теңдеу бар, иә? Ішкі энергия тең болады. I, яқта бөлінген 2, нью, R, Т. Бұл жерде I деген атом саны, иә, болар. I деген, егер бір атомды болса, I деген бір атомды болатын болса, онда бұл жерге 3 деп жазамыз I-дің орнына. I дегеніміз, егер 2 атомды болатын болса,
2 атом болатын болса, онда 3-тің орнына 5 те жазамыз. I дегеніміз, егер 3 атомды болатын болса, онда 6 деп жазамыз, е? Біз пока осы 3 атомға дейін қарастырамыз, балалар. Енді бізде айтылмаған есептің шартында 1 атомды ма, 2 атомды, 3 атомды ма? Олай болса, тек біз 1 атом деп қарастырамыз. I-дың орнына неше қоямыз? Демек, 3-ті қоямыз. Получается теңдеу 3 бөлінген 2 ню р т болады. Бізге нені сұрап тұр? Т-ны сұрап тұр. Сондықтан Т тең болады 2U бөлінген қанша? 3 ню р болады. Орнына қоямыз, бәрі бар. 2 көбейтілген U дегеніміз 4986 бөлінген қанша? Бөлінген қанша? Бөлінген бізде ню дегеніміз 2 мөл. 3 көбейтілген 2 көбейтілген r. R дегеніміз 8,131 екен. Олай болатын болса, егер бөлетін болсек, қанша шығады? 2 мен 2 қысқарып кетеді деген 3,24, 24 2 50. Где-то 200 шығады сияқты, е? Так. 200 шығады, көрсі. Окей. Өйткені мынаяқтан 24, 25, мынаяқтан где-то 50-ға жуық қой, да? Сондықтан 200 шығады примерно. 200 кельвин. Так, өшірейік. Келесі есеп. Номері 5-ші есеп. 5-ші есеп ауызша сұрақ екен. Так, запись. 5-ші есеп не істейміз? Қаныққан бу температурасы жоғарыласа, қаныққан будың қысымы дейді балалар. Қаныққан будың қысымын қалай табамыз? Енді қысымды PV тең ню р т. Осыған байланысты қысымды аламыз. Қысымды алатын болсақ, ню р т бөлінген V болады көлем. Так, температурасы артатын болса, демек, қысым да артады. Артады деген жауап, бұл да жауап 5-ші сұрақта. Келесі сұрақ, 6-ші сұрақ. Серіппеушінің Гук заңы дейді. Бұл жерде ауызша, е, сразу айта салайын. Жауап е. F тең минус kx. Минус k делта x. Окей. Бұл теориялық сұрақ, сондықтан жаттап алсаңыздар. Келесі сұрақ, бізде 7-ші сұрақ. Параллель жалғау кезінде өткіштер орналатын шарт дейді. Шартты дұрысын табайық. Өткіштер параллель жалғау дегеніміз. Бұлай, е? Параллель деген түсінетін шығарсыздар, е? Вот. Мынау кедергілер параллель жалғау. То есть R1, R2, R3. Бұл жерде 3 теңдеу бар. Біріншісі ток күші. Ток күші қосындысына тең болады. I1 плюс I2 плюс I3 кете береді аға, е? Мысалы I1 болса, мынау I2 болса, мынау I3 болса. Ток күші. Екінші кернеу бар. Кернеу болса, ол тең болады. U1, U2 тең U3. Кернеулер тең болады. Яқтан қандай кернеу келсе, сонда тең болады. Мысалы, U деп жазылады сондықтан. U1, U2 деп жазылмайды. Кедергі керісінше болады. R жалпы дейміз. Керісінше аламыз. 1 бөлінген R1 плюс 1 бөлінген R2 плюс 1 бөлінген R3. И болды. Осыны тауып аламыз. Так, мынау емес. Мынау дейміз. Вот, мынау дұрыс. Мынау қате. И мынау қате. Жауап получается сол. Кеттік ондай болса. Келесі есеп 8-ші есеп. Қоспа қосылмаған таза жартылай өткіштің түрі.
Ол жерде демек қоспа қосылмаған болса, демек ол жерде ешқандай кемтіктер жоқ. Қалай айтсақ болады? Артық электрондар да жоқ. Онда айтамыз е жауап. Бірдей мөлшерде электрондық және кемтіктік өткіш болады. Екеуінің саны бірдей болатын болса, кемтіктер, то есть мына жақта бос орын бар. Сәйкесінше артық электрон бар. Бір-бірін толықтырады, ешқандай не болмайды да олар. Кемтікке де неге де жатпайды, электрондыққа жатпайды. Сондықтан жауап е. Қоспасы болатын болса. Келесі 8-ші есеп, 9-ші есепті қарайық. 9-ды ауызша сұрақ екен. Суретте жібек жіпке ілінген жеңіл шариктер берілген. Аттас зарядтардың шариктерін әрекеттесуі. Аттас деген бірдей. Мысалға, ержан дейтін болса бірдей. Немесе ер бала аттас болады. Әр аттас деген ер бала мен қыз бала деген сияқты. Так. Аттастар бір-бірін тебеді, иә? Мысалға, плюс пен плюс, минус пен минус. Минус пен минус, олар бір-бірін тебеді. Жігіт пен жігіт отырса төбелес болады деген сияқты. Ал қыз бен жігіт отыратын болса, яғни плюс пен минус әр аттас болатын болса, бұлар тартылады бірге қарай. Қалайсың дейді да, короче. Содан кейін әр аттас, возможно, болуы мүмкін қыз бен қыз деген сияқты. Қыз бен қыз бұлар бір-бірін не істейді? Тебеді, төбелес болады. Мынау әр аттас плюс пен минус, мынау бейтарап деген әрекеттеспейді. Бір-бірінде жұмыс жоқ. 0. Бұл жерде мынау тұр, возможно, плюс пен плюс болуы мүмкін, немесе минус пен минус болуы мүмкін. Сондықтан жауап 1. А болады. Келесі есеп балар. Так. Номер нешінші, мынау 10-ші, иә? 10-ші есепті қарайық. Массасы 36 кг, МН жеңіл тақтайшаның көмегімен көтеру үшін 120 ньютон күш қажет дейді. Тақтайшаның күштен 30 есептей береді. Мынау интеллект болар, иә? Интеллект болатын болса, F1 көбейтілген L1 теңдеуі, F2 көбейтілген L2 деп жазып көрсете салайын. Бұл негізгі теңдеуі. Ал күштен 30 есептеу үшін N тең болады. F үлкен күшті бөлеміз F кішкентай күшке, немесе L ұзын жағын L қысқа жағына бөле саламыз. Бізде күштер берілген. Потому что мына жақта 36 кг жүк, оның салмағы немесе ауырлық күші 36 көбейтілген G ол mg, то есть F тең mg ғой, немесе P тең mg деп сөйлеуге салмақ дұрыс болады. Сол кезде 360 шығады. Получается, бізде үлкен күш 360, ал m нүктесіне мына жаққа 120 ньютон күш түсіп басамыз төмен қарай, 120. Бұл жұмсалатын күш болады. Сонда 120-ға бөлемін. Демек, 120 ньютон мен 360 ньютонды көтеріп тұрмыз. Получается, күштен 3 есе ұтып тұрмыз деген сөз. Жауап В. Келесі есеп. 11-ші есеп. Жақындатайық. Окей. Массасы 10 грамм материал нүкте дейді. Мынандай теңдеумен тербеледі екен. Заң бойынша тербеледі. Нүктеге әрекет ететін күштің мәні. Күштің ең үлкен мәні. То есть F максимал тау керек. F максимал білеміз M A-ға тең. Демек, маған A керек, масса керек. Масса берілген ғой. Масса берілген, иә, 10 грамм деп тұр. Ол қанша шығады? 10 грамм деген 0,01 килограмм, да? Сразу айландырып жаздым. Тербелістің толық энергиясы дегеніміз бұл жерде кинетикалық талассақ болады. M, V біреу максимал деп аламыз. Квадрат бөлінген 2. Яғни осы екеуін тауып керек. Вот, көріп тұрғай да? Қоршалған екеуін тауымыз керек, балалар. Ары қарай не істейміз? Біріншісі F тең M-ан тайық па, или V квадрат тайық па? Ешқандай айырмашылық жоқ. Біріншісі мына теңдеу жазып қояйын. Бұл қандай теңдеу? X тең X максимум синус.
Потом ішінде омега Т плюс фи деген теңдеу. Фи нөлбой. Бұл тербелістің теңдеуі. Осыдан егер бірінші реттік туындалатын болсақ, бізге жылдамдық шығады. Жылдамдық получается x максимумды омега синустан туындалған кезде косинус болады, и потом омега Т плюс фи нөлбой болып қалады. Егер екінші реттік туындалатын болсақ, онда бізде не шығады? Мынадан 2 рет немесе жылдамдықтан 1 рет туындалатын болсақ, бізде А шығады. Немесе просто так А деп жаттап алыңыздар. Бірінші теңдеу мынау. Бұл негізгі қосылыс теңдеуі, ал жылдамдықтың теңдеуі мынау. Бұны осылай жаттап алсаңыздар да болады, егер туындыны білмей жатсаңыздар. Так, бұл жерде x максимум көбейтілген омега квадрат болып кетеді уже. Косинус синус қайланады. Бірақ минуспен. Алдында получается минус. Минус синус қайтадан айланды омега Т. Жақшаның ішінде ешқандай өзгеріс жоқ. Фи нөлбой. Енді осы жерден бізге как раз керек А бар, да? Потом В максимум тұр. Бұлардың В максимум дегеніміз әрқайсының алдындағы максимал мәндері, мысалға, да? X максимум деген бұл жерде X максимумға тең. Синустың алдындағы санға тең. Оны көкпен белгілейін, да, балалар? Қараңыздар. Мынау синустың алдында тұрған ол мәннің максимал мәнін береді. То есть бізде косинустың алдында тұрған сан x максимум көбейтілген омега ғой. Демек, бұл жылдамдықтың максимал мәні. В-ның максимал мәні дегеніміз, В максимум дегеніміз. М деп жазайын, просто, я. X максимумды демек омегаға көбейтесің. Ал үдеудің максимал мәні деген қайсы? Ол синустың алдында тұрған сан, мынау. Көрдіңіздер ме? Демек, А максимал дегеніміз, онда минус x максимум көбейтілген омега квадрат. Енді қарайық. Бізге шығару керек бірінші F А максимал, яғни күшті тау керек. Күштің максимал мәнін тау үшін не істеймін? Массаны көбейтем Аға. Масса күш максимал шығу үшін үдеу максимал болады. Үдеудің максимал мәні міне тұр. Орнына қоям болды. 0,01 көбейтілген А максимум деген орнына қоятын болсам, X максимум дейді. X максимум бұл жерде қаншаға тең? 0,105-ке. 0,05-ке. Көбейтемін омега квадрат. Омега дегеніміз, қарайтын болсаңыздар, Т-ның қасындағы тұрған мән. Омега көріп тұрмын не? Т-ның қасындағы тұрған мән. 0,6. 0,6-ның квадраты 0,36 болады. Егер үшеуін көбейтетін болсам, бізде қанша шығады? 0,18, оның минус дәрежесі шығады. 0,18, оның минус 3 дәрежесі ньютон шығады. Одан кейін екінші Е-ні табу керек, толық энергияның. Е толық тең Е кинетикалық деп ала саламыз. Егер біреуінің максимал мәні болса, то есть mv квадрат бөлінген 2. Тағы да масса бар, 0,100-ден 1 көбейтілген жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз жылдамдықтың максимал мәні, то есть энергия максимал керек. Жылдамдықтың максимал мәні міне тұр. В максимум тең X максимум көбейтілген омега. X максимум деген 0,105 болды ғой. 0,05 көбейтілген омега дегеніміз қанша болды? Т-ның қасында тұрған сан, 0,6 болды. 0,6. Жақшаның сыртында квадрат бар. И бөлеміз 2-ге. Есептейтін болсақ, бізде қанша шығады? 4,5 көбейтілген 4,5 көбейтілген 10-ның минус 6 дәресі. Сонда жауап мили деген минус 3, микро деген минус 6, С жауап шығады екен. Түсініксіз болса, балалар, группадан сұраңыздар, немесе, осы видеоның астына жазсаңыздар да мен қарап көрем, балалар, хорошо? Немесе асықпай көріңіздер. Кетті ондай болса, келесі есеп. Номері 12-ші есеп. Номер 12-ші есепті алдыңғы нұсқаларда болды бұл есеп.
Серіппе туралы мынандай серіппе сызып шығардық қой. Серіппе бар, төмен қарай масса 40 грамм дене тартады. Сол кезде ол v жылдамдықпен қозғалады. Получается, мына жақта mv квадрат бөлінген 2 деген кинетикалық энергия пайда болады. Ал мына жақта серіппе созылатындықтан kx квадрат бөлінген 2 деген потенциалдық энергия пайда болады. Екеуін теңестіреміз деп айттым. И kx квадрат бөлінген 2 серіппенің энергиясы, ал төмен қарай массасы бар деген төмен қозғалды ғой бағытта. Сондықтан оның жылдамдықпен қозғалған себепті mv квадрат бөлінген 2 болады, иә. Осы жерден 2 мен 2-ні қысқартып жіберемін да, табу керек маған мына жылдамдықты. Егер теңдеуден жылдамдықты шығаратын болсам, v тең болады kx квадратты бөлемін просто m-ға. Мына жерде негізі v-ның квадраты бар. Квадраттан құтылу үшін не істейміз? Түбір астына жібереміз. Так, сызылу. Тең. К деген қатаңдық 100 деп тұр. Бұл К. 100 деп қоямын. Көбейтілген X дегеніміз тербеліс амплитудасы. Бұл созылуы, максимум созылу деген сөз. Бұл X балар. X деген 5 см, ол 0,05 метр немесе 5 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі метр болып. Физикада негізінде дәрежемен жұмыс деген оңайырақ. 5-тің квадраты 25, көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Бөлемін масса 40 грамм. Енді массаны білетін шығарсыздар, 40 грамм дегеніміз ол 0,04 килограмм. Мұны мыңға бөлесіздер, оны итак білесіздер, да? Килограмм шығады. Бөлесіздер 0,0 бүтір бар неқта 4. Түбір астында. Так, 11-ші есеп. Есептейтін болсақ, бұл жерде 6,25 шығады. Мынаны қысқартасың, 25-қа, 25 көйтесің, 6,25, минус 4 дәреже бар деген сияқты. Есептейтін болсақ, 6,25 шығады. 6-та 25 шығады көбейттің кезде. Егер түбір астын шығаратын болсаң, одан 2,5 шығады. Метр өлшемі секунд. Так, кетті ондай болса. Келесі есеп. Номері 13-ші есеп. Оны бұлай қойғанбызында. Так, кішкене көтіріңіздер. Окей. Так. Номері 13-ші есепте бұл бұрыннан келіп жүрген есептердің бірі екен, жаңа есебіміз. Ұзындығы деген бұл L. L тең 3 метр. Көлденең қимасының ауданы деген S. S тең 1 мм квадрат. Бұл милиде 3 болғандықтан квадратта 6, сондықтан 1 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Немесе просто 10-ның минус 6 дәрежесі деп жазамыз. Әрбір ұшына 210 ньютон күш түседі. F тең 210 ньютон. 10. Абсолют деформациясында көрейік. E беріліп қойған. Тең болады 210 гега деген оның 9 дәрежесі паскал. Табу керек бізде нені? Абсолют деформация. Абсолют деформация дегеніміз делта бұл L. Мынандай теңдеу бар, E тең болады делта L бөлінген L. Бұл салыстырмалы ұзару. Жалпы теңдеуін жазайын, да? Так, F бөлінген S, E деген теңдеу бар болар. Бұл негізгі теңдеу. Осы жерден жіктеп берейін. Бұл жерде кішкентай эпсилон дегеніміз делта L мен L-дің қатынасы. Бұны атаймыз салыстырмалы ұзару. Салыстырмалы ұзару. Ал абсолют ұзару деген делта L. Делта L дегеніміз бұл абсолют ұзару. Окей? Бізге табу керек делта L демек. Теңдіктің мына жағын алам. Так, қай бөлігін? Светті өзгертейін. Теңдеудің мына бөлігі керек бізге. Осы жерден табу керек делта L-ді шығарып аласыздар. Делта L тең болады. L мен F-ті көбейтесіздер, бөлесіздер. S пен E-нің көбейтіндісіне. L деген ұзындық 3 метр. 3 көбейтілген F деген 210 ньютон. 210 ньютон бөлінген
S деген аудан, бұл 10-ның минус 6 дәрежесі. 10-ның минус 6 дәрежесі. Е дегеніміз 210 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі мынау? 9 дәрежесі бар, қысқартамыз, конечно. Мынаяқта мынау қысқарады. Сол кезде жауап қанша шығады бізде? Так. 13-ші есеп болар. 13-ші есепте мынау шығады болды. Так. Сынып кетті мынау. Окей. Минус 6 мен 9 сарып терек. Сол кезде плюс 9 алады, плюс 3 қалады. Маяқта плюс жоғарғаны минус 3 болады. 3 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? Плюс емес минус 3 дәрежесі метр болады. Бұл дегеніміз 3 миллиметр ғой. Жауап да. Так, все, кеттік ондай болса. Келесі нұсқаға көшейік сұраққа. 14-ші сұрақ номері 14-ші сұрақ. Бұл ауызша сұрақ сияқты, бірақ кішірейтейін да, көрінбейді. Нүктелі зарядтың несін табу керек? Кернеулік табу керек. Кернеулікті білесіздер болады. Кернеулік дегеніміз вообще негізінде Е. Бұның көптеген теңдеуі бар. Біріншісі F бөлінген Q. Екіншісі сразу F-ті ашқан кезде KQ қысарып кетеді. KQ бөлінген R квадрат. Но бұл жерде K дегеніміз негізі мынандай шама. 1 бөлінген 4 пи и эпсилон деген шама бар. Эпсилон әлі ғой. Мына жақта электротіндегі бар, Е бар. Соны қосқан кезде мына теңдеу толықтырып жазуға болады. Q-ді жазып қояйық. K-ны жазбаймыз ол кезде. K-ның орнына мынаны қоятын болса егер. Вот так апарып қояйын, сол кезде былай болады шын. Q-ның негізі абсолют мәні болады. Модульден шығарамыз. 4 пи болды. Эпсилон нөлі бой. Сортайын. Көбейтілген R квадрат болады. R квадрат. Бұл жауап бізде 4 пи эпсилон нөлі бой көбейтілген R квадрат. Жауап да. Кеттік ондай болса. Келесі есеп көршейік. Номері 15-ші есеп. Ыдыстағы спирт, су, ас тұзының ерітіндісінде жұмыртқа мен тұзды саламыз. Жұмыртқа, тұз. Берілген сипаттамаларға сәйкес жұмыртқа мен мұз салынған сұйықтардың реті. Бұл есеп салыстыру арқылы шығарасыздар балалар. Біріншісін қарайық. Мынандай шарт орындалу керек. Дене қай кезде жүзеді, қай кезде батып кетеді, қай кезде, то есть қалқып шығады. Ол үшін былай болады, тығыздыққа байланысты. Егер дененің тығыздығы ρ, дененің тығыздығы кіші ρ сұйықтың тығыздығынан болса, онда сұйықтың тығыздығы мынаны итеріп шығады. Онда қалқып шығады, жоғары қарай қалқып шығады. Егер дененің тығыздығы тең болса, ровно болса, неге сұйықтың тығыздығына? Онда дене қай жерде болса, сол жерге тек оң солды қозғалады, бір деңгейде тұра береді. Яғни сұйықтың ішінде жүзеді, бетіне қойсаң бетінде тұра береді, теңеседі. Үшінші бір жағдай бар, бұл дененің тығыздығы көп болады, дененің тығыздығынан сұйықтың тығыздығынан. Ол кезде дене батып кетеді. Кішкентай болса да батып кетеді. Мына жерде ағаш мысалы. Ағаштың тығыздығы сұйықтың тығыздығынан аз болғандықтан, ол біріншісінде қалқып шығады. Баклажка бар мысалы, екінші кішкентай ғана тас болса, немесе кішкентай ғана тиын болса, теңгей болса, оны суға салатын болса, ол батып кетеді. Неге? Оның тығыздығы кішкентай болғанмен, көлем кішкентай болғанмен тығыздығы көп. Сондықтан ол батып кетеді. Енді қарайық. Біріншісінде батып тұр ғой мына екеуі. Демек сұйықтың тығыздығынан көп. Бізде не деп айтты? Так, жұмыртқа, мұз. Жұмыртқа мен мұзды қараймыз міне. Жұмыртқа қайда тұр? Жұмыртқа мұнда тұр. Ж деп қойыңыз. Стрелка қойсайын да. Жоқ, бүйтіп қоя салайын. Жұмыртқа, мұз.
Мына екеуі батып тұрған болса, демек, бұл екеуінің тығыздығы көп, ол спирттен ғана. Демек, біріншісі спирт. Спирт деп жазып қояйын да. Спирт болады. Екіншісін қарасаңыз, жұмыртқа батып тұр да, мұз ішінде қалқып жүр. Демек, жұмыртқаның тығыздығы көбірек, ол судан көбірек, бірақ мұздыкі не? Мұздыкі азырақ балар. Көрдіңіз бе? Мұзды итеріп шығарады, мұзды итереді, былай салатын болсақ егер. Ал жұмыртқаны батырады. То есть жауап бұл су болады. Су. Енді ең соңғысына қарайтын болсақ, екеуінде жоғарыға көтеріп жерген, қалқып тұр. Демек, бұл тұз ерітіндісі болады. Өйткені сұйықтың тығыздығы екеуінің тығыздығынан көп. Екеуін де итеріп жере алады. Бұл астында тұрған, міне, тұз ерітіндісі. Астынан былай итере алады. Көрдіңіздер ме? Так. Бұл жауап біріншісі тұз болды, иә? Тұз ерітіндісі. Біріншісі спирт болды, міне жауап. Екіншісі су, үшіншісі тұз ерітіндісі. Жауап Е. Кетті олай болса, есте сақтаймыз. Кімнің тығыздығы көп болса, сол батады, немесе сол жеңеді. 16-шы есеп. Жақындатайын. Так, бұл есеп бұрыннан бар есеп, болар. Өткен нұсқада да шығардық. Бірінші, екінші нұсқаны көрсеңіздер. 16-шы есепте жауап қайсысы? 16 бұрыннан 25 киловатт шыққан, Енді бұл қалай шыққан білесіздер. Пәктің теңден қолданымыз, пәк тең болады. Неге? А пайдалы бөлінген А толық. Бұл жерде көтергіштің қуаты әрқашан толыққа кетеді. Өйткені бізге жұмыс істеу үшін бірінші не керек? Кран керек. Кранның қуаты, егер уақыт көп кететін болсақ, жұмыс шығады, толық жұмыс шығады. Ал пайдалы жұмыс көтеру. МЖH болады. Көбейтілген 100%. Бізге тау керек, нені? Қуат тау керек. Осы теңдерден просто N шығарыламыз. N шығарылатын болсақ, MGH көбейтілген 100% бөлінген new көбейтілген T болады. Так, бірақ бізде масса жоқ сияқты. Массаны білесіздер, жаралы жүрек теңдеуін қоямыз. Мына жазайын. Ро тең M бөлінген V деген теңдеу бар. Осы жерден массаны шығаратын болсақ, ро көбейтілген V. Массаның орнына не қоямын? Ро көбейтілген V-ны қоямын. Көбейтілген G, көбейтілген H, көбейтілген 100%. Бөлеміз неге? Пәкке, яғни уақытқа. Ары қарай орнына қоямын. Ро деген 800, нью деген көлем 1000, көлем бет кеттік, G деген 10, H деген қанша метр көтерді? 6 метр биіктікке көтерді. 6 метр. Тығыздық беріп тұр, көлем мынау, мынау көлем, мынау уақыт, мынау пәк, нью деп тұрған, мынау тығыздық ро жазып тұрған қоған. Көбейтемін 100%-ға, бөлемін қаншаға? Нью мен N-нің тының көбейтіндісіне. Пәк бізде 40% екен, 40% көбейтілген уақыт. Уақыт 8 минут. 8 минут деп жазып қоям, бірақ секунд көлемі керек болғандықтан бізде си жүйесінде секунд қой. Сондықтан бұл жерде көбейтемін қаншаға? 1 минутта 60 секунд. 60 көбейтемін. Қарасаңыздар, 6 мен 6 қысқарып кетеді. 8 мен 8 қысқарып кетеді. Так, мына 1-0 мен процентпен процент қысқарып кетеді, 0 мен 0 қысқарып кетеді. 4 пен 100 қысқарады. Сөйде, нәқтан 25 қалады. 25-ің артында 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 қалады. Демек, 25. Так. Бір нәқті 1-0 қысқарып кетеді. 3-0 болады екен. 1, 2, 3-0. 25 мың ватт болады. Айландыратын болсақ, киловаттқа 25 киловатт болады. Кило деген 3-0 бар. Жауап да. Так, кеттік ондай болса, түсінікті шығар. Келесі есеп 17-ші есеп номері.
Номері 17-ші есеп. Оңай есептің бірі балалар. А деңгейіндегі есеп деп айтсақ болады. Беріктік шегі дейді. Беріктік шегі деген бұл қысым балалар. Қысым деп түсінер болады. Немесе бұл сигма деп жазылады. Сигма тең болады. То есть қанша қысымға шыдайды деген сөз ғой. Енді П деп жазсақ та болады, мына ешқандай айырмашылық жоқ. F бөлінген S. F дегеніміз берілген, иә? Мынау күш қой. F деген міне тұр. 7,5 ньютон күш. 7,5 деп тұр. 7,5 бөлінген S деген есеп жоқ. Бірақ қармақтың диаметр деп тұр да. Бұл диаметр деген қармақтың жібінің несі дейсіз ма? Капрон жібінің несі? Көлденең қимасы. Жіп мынандай болса, мысалы ұзын. Сызайын ба, сызып қояйын ба? Көлденең қимасы оның шеңбер болып келеді. Мынандай жіп дейтін болсақ, мысалы. Көлденең қимасы дейтін болсақ, бұл не болады? Шеңбер болып келеді. Сондықтан оны ауданын теңестіреміз. Неге? Шеңбердің ауданы πr квадратқа. Бізде радиус емес диаметр берді ғой. Сондықтан бұны былай жазамыз. 7,5 бөлінген диаметр бөлетін болса, π d квадрат бөлінген астында 4 бар. Бөлшектің астында бөлшек сан болатын болса, мынау 4 үстіне қарай көтеріп кететінін бәріміз білеміз, балалар. Математикалық тәсіл балалар. Сонда 7,5-ті бірінші көбейтемін 4-ке, бөлемін қаншаға? π-ға. Пи деген 3,14 d квадрат бар. 0,12 миллиметр. Бұл диаметр 0,12 дегеніміз 0,12 көбейтілген 10-ның минус дәрежесін айландырамыз. 3 дәрежесі метр болады. Квадраттаған кезде осыны квадратқа ұмытып кетпейміз. 12, 12-ның квадраты 44 деген сияқты бір. Так, 10-ның минус 3 дәрежесі жақшаның сыртында міндетті түрде квадраты бар екенін ұмытып кетпейміз. Квадрат. 7,5-ті 4-ке көбейтіп, содан кейін ары қарай есептейтін болсақ, бұл есепте где-то 0,66 шығады. Көретін болсақ. Дәрежелерді есептейтін болсақ, 0,66 көбейтілген 10-ның минус емес, плюс шығады сияқты. Өйткені мына жақта минус болып тұр. Плюс 9 дәреже шығады. Плюс 9 деген гега. Яғни 0,66 көбейтілген гега паскал. Жауап е. Кеттік ондай болса, келесі нұсқа. Келесі сұрақ. Так, 18-ші сұрақ. 18-ші сұрақ, оңай сұрақ негізінде балалар. Зарядтарға байланысты. Бұны алдыңғы нұсқада шығардық қарсы. Бірде екі металл шардың зарядтары берілген. Кубыр. Q2. Так. Бірінші заряд міне. Минус 4. Так, минус 4. Екінші заряд, Q-ды алмай қойын, минус 8. Бірінші заряд болсын. Екінші заряд. Үшінші заряд бір екен тағы да, бұл Q6 дейді. Демек, үшінші заряд деп жазып қойын. 6. 1, 2, просто 3 деп қойсайын, түсініктіріп болады. Бұл плюс 6, бұл 6 болып тұрады. Енді бұларды түйістіреміз. Біріншісі айтады. Оларды өзара түйістіріп дейді. Біріншісі мен екіншісін ғой. Қайтадан бастап орнына апарамыз. Түйістірген кезде олар екеуі бірігеді, тамшылардың зарядтары. Біріккенде былай болады. Бір үлкен тамшы пайда болады дейді. Минус 4-ке, плюс 4 екен ғой. 4-ке қоссамыз минус 8-ді. Қанша шығады? 4-ке қосасың минус 8-ді. Минус 4 шығады ғой. Демек, пайда болған тамшының заряды минус 4. Егер қайтадан орнына апаратын болсақ, орнына апарып есептейік, мына жерге қайтадан. Бұлар 2-ке бөлінеді. Пайда болған тамшының заряды минус 4 шықты, ол 2-ке бөлінеді. Теңдей. Сонда минус 2 болады. Енді содан соң екінші шарға дейді. Үшінші шарды қосамыз, түйістіреміз, қайтадан ажыратамыз. Міне екінші шардан шыққан мынау, үшінші шардан шыққан мынау.
Екеуін қосатын болсақ, екеуінен бір дәу тамшы шығады, заряд шығады. Так, бұл жерде -2 қосылған 6 тең қанша шығады? +4 шығады, е? Оны қайтадан ажыратқан кезде қайтадан жаңа тамшы пайда болады. 4 теңде 2-ге бөлінеді. Егер 2-ге бөлетін болсақ, теңде 2-ге бөлеміз, 3-ге бөлінеді дейтін болса, теңде 3-ге бөлеміз. Теңде 2-ге бөлетін болсақ, 4-ті +2-ден тиетін жаққа. Мына жаққа да +2 болады. Ең соңында пайда болған тамшыларды белгілеп аламыз. Біріншісі мынадан мынау пайда болды, е? Сондықтан біріншісі болады. Бұл 1. Так. Екіншісі мынаның соңғы тамшысы. Біріншісі мынаған айналады, -2, одан кейін барып ең соңында мынаған айналады. Мынау пайда болған. Одан кейін мынау мынаған айланды, е? Мынау екінші тамшы, мынау үшінші тамшы болады болсаңыз. Енді қарайық, жауап бар ма? -2 +2 +2. -2 +2 +2. Жауап С. Болды. Бұл зарядтың сақталу заңы. Келесі есеп 19. Күн сәулесінің ауадан шыныға өткен кездегі түсу бұрышы дейді. Түсу бұрышын саламыз онда. Қанша градус дейді? 60 градус дейді. Мына бірінші орта. Осы кезде оған бір сәуле түседі дейді. 60 градуспен түседі. 60 градус деген бұлайда тік түседі. Түсті көрдіңіздер ме? Одан кейін сыну бұрышы 30 градус. Ол өткен кезде сынады бұлай. Түзу кетпейді негізінде. Так, мына жақта нормал бар. Мынау нормал. Так. Су бұрышы осы кезде мынау болады. Бұл 60 градус болады. Мынау сыну бұрышы бұл 30 градус болады. Енді екі ортаның сыну көрсеткішін тауып алу керек. Сыну көрсеткіші дегеніміз n ғой. N тең болады сыну бұрышының синусын, сыну бұрышы 60 градус қой. Бөлеміз түсу бұрышының синусын, мынау түскен сәуле, мынау сынған сәуле. Форманы жазыңыз лучше. Түсу бұрышын сыну бұрышына бөлеміз. Беттаға, мынау бетта болады, мынау альфа болады. Немесе сыны бөлеміз неге? В-ға. Осы жерден бізге табу керек шыныдағы таралу жылдамдығы. Бірінші ортада С болады, екінші ортаға өткенде жылдамдығы өзгереді, В болады. Бізге В-ны сұрап тұр болса. Демек, теңдіктің мына жағын қолдансаң болады. Бізден осы жерден В-ны шығарамыз. Теңдіктен В-ны шығаратын болсақ, В тең болады синус бетта көбейтілген С бөлінген синус альфа болады. Орнына қоямыз. В тең болады синус бетта дегеніміз сыну бұрышы бұл 30 градус. Синус 30 градуста қаншаға тең? 2-ден 1-ге тең. Синус 30 градуста 2-ден 1 көбейтілген С дегеніміз 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі. Так. Бөлінген қанша? Синус альфа. Синус альфа деген 30 градус, 60 градус. 60 градуста бізде қаншаға тең? Міне тұр, 0,87-ге тең. 0,87. 0,87-ге тең. Бұл жерде қанша шығады сонда? Қатынасын алатын болсақ, мына екеуі қысқарады, есептейтін болсақ, 1,72 шығады, кажется. 1,72 шығады. И 10-8 дәрежесі қалып кетеді. 10-8 дәрежесі. Сонда жауап В болады. Есептейтін болсаңыздар. Енді бұның бұлай есептеуге болады. Бағана 2-ден 1. Мынаны неде болсақ болады? Түбірасты 3 бөлінген 2 десек болады. Осы 2-мен 2 қысқарып кетеді. Ал түбірасты 3-тен 1-де қанша шығады? Кәдеті 1,74 шығады. Яғни 3-ті 1,75-ге бөлетін болсақ, 1,72 шығады. Кәдеті біріне жуық қой. Жауап В. Өлшем бірлігі метр секунд.
Окей, кеттік онда. Келесі есеп. 20-шы есеп. 20-шы есептің түрі қорқынышты екен, бірақ негізі простой есеп. Сияқты көрейік. Номері 20-шы есеп. Төмендегі суретте 120 кернеу беріп тұр, міне 120 кернеу мынау. Жалпы түсіп тұрған кернеу ғой. Тізбекте көрсетілген кедергілердің мәні 120, R1, R2, R3 беріп тұр, міне. R1, R2, R3. Көріп тұрсың ғой, R1, R2, R3 мәнінде. Енді табу керек X, Y, Z кілттері бар еді. Мынау X, Y, Z кілттеріне көріп тұрмыз. Осылар жабатын болсақ, 10 секунд ішінде R1 кедергі бөлінетін жылу мөлшері дейді. R1 деген қайсысы? Мына жердегі жылу мөлшерін табу керек. Енді жылу мөлшерінің теңдеуі былай. I квадрат көбейтілген R көбейтілген уақытқа. R1 болғандықтан R1 деп қоямыз. I1 болғандықтан, демек R1-ден I1 тауып өтеді, сондықтан I1 деп қоямыз. Болды. Так. Демек, мыналар табуымыз керек. Т бар ма? Бар, иә. Бізде Т беріліп тұр. Қанша секунд дейді? Міне, 10 секунд. Т 10 секунд берілген. R1 бар ма? R1 бар. Қанша? R1 міне 120 деп тұр. Немесе берілгенін қарайтын болсақ, R1 міне 120 Ом деп тұр. Демек, R де бар екен 120 Ом. Енді табуымыз керек тек қана I1. I1-ді табу үшін мына кернеуді қолданамыз. Кернеу мына тізбекті қарайық. Бұлай ток келе жатыр дейік, например. Вот, мына жаққа бөлінді ғой да. Демек, мына жерде параллель. Параллель болған кезде бағана есімізге түсірейік. Ток күші қосындысына тең, I1 плюс I2 плюс I3 деп жаздық қой. Арғы кете береді. Ал кернеу болса не істейтін едік? Кернеу U1 тең U2. Яғни жалпы кернеу бірінші, екінші кернеуге тең. То есть, мынаяқтан кернеу кетеді 120, онда мынаяқтан 120 кетеді. Яғни екеуі тең болу керек қой. Ол жалпыға тең болады. Сондықтан мына жерде U1 U тең U1-ге ол 120-ға болады. Соған тоқты шығарамыз. Тоқ дегеніміз I1 дегеніміз U1, ол дегеніміз U-ға тең. U1-ді бөлеміз қаншаға? R1-ге болды. U дегеніміз 120 бөлеміз 120. Болды. Қанша шығады? 1 ампер шығады. Орнына қояйық. Ары қарай орнына қойған кезде көп басын алайын. 1-дің квадраты көбейтілген. R1 дегеніміз 120. Беріліп тұр балар. Көбейтілген Т дегенім 10 секунд. Сонда 1200 жол шығады. Жауап А. Окей? Окей. Кеттік онда. Келесі есеп. Номері 21-ші есеп. Вау. Так, бұл есепті оңай сияқты. Материал нүкте координатасының уақытқа терілді теңдеуі берілген. Мына теңдеуді білеміз, бағана жазғанбыз балар. Тербеліс периодын тауып берейік. Мына теңдеуді жазып берейін, бастапқы теңдеу. Бұл мына теңдеу X деп жазайын. X тең X максимум косинус омега Т деген теңдеу. Сенбесеңдер астына жазайын. X тең болады қаншаға? 3,5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәресіне. Косинус деген косинус соғылтында қалады. Омега дегеніміз пи көбейтілген Т. Омеганың астында пи, Т-ның астында Т. Осы жерден қарайтын болсақ, Т дегеніміз Т, пи дегеніміз омега дегеніміз пиға тең, косинус тең косинус, X максимум деген 3/5. Яғни, астына қарайтын болсақ, әр қайсының мәндерін тауға болады бұлар. X максимум дегеніміз қанша? 3,5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі демек. Ал омега дегеніміз қаншаға тең? Пиға тең. Осы жерден омеганың теңдеуін білуіміз керек. Омега дегеніміз 2 пи бөлінген Т ғой. Вот, период шығарамыз. Период тең болады 2 пи бөлінген қаншаға? Омегаға. Демек, 2 пи бар етек тұрақты. Омега дегеніміз пиға тең. Апарамда омеганың мәнін мына жерге апарып қоя саламын. Тұдан деп. Пиді қоятын болсам, пи мен пи қысарып береді. Сонда жауап 2 секунд шығады. Мынау С балар, Так, 2 секунд деген жауап Д. Бұл 20-ші есеп жауап
қанша? Ой. 20 ма қанша деп? 21 ма? Д де. Қазір көрейік басқа бар ма екен. 21 сияқты нәрсе бе? Номер бар екен басқа да жауап. Так, бұл жерде жауап онда мынаны өшірейін. Так, жауап Д бар, 2 секунд деп тұр. Сосын 2000 миллисекунд деген ол да тура сондай не болады? 2 секунд қатайын ғой, милли деген минус 3, 0,40 деді. Сонымен жауап Д, 21 екен бұл. Келесі 22-ші есепке өтейік ондай болса, рұқсат болса. Бұл бұрыннан келіп жүрген есеп, балалар. Так, шығарайық. 22. Абсолют газдың абсолют температурасы 9 есе артады. Мынау Т болса, келесіде 9Т болады деген сөз. Осыны білуіміз керек. Ал молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы. Орташа квадраттық жылдамдық деген не ол? Ол В ғой, В. Ол тең болады, теңдеуі бар. Қаздан симаға болады. Орташа квадраттық жылдамдықтың теңдеуі В тең болады. 3R Т бөлінген үлкен М молярлық масса немесе 3К Т бөлінген бір молекуланың массасы. М нәрі ғой, түбір астында. Екеуінде де температура бар, қай-қайсының сысында бірдей шығады деген сөз. Температура 9 есе артады, 9-ты болады. Егер мынаның қасына 9 деген санды қойсам, түбірден қанша шығады? 3 шығады ғой. Түбірден шығасын 3 шығады. Демек, жылдамдық 3 есе артады. Жауап В. 22-де тек қана жауап В болады. Қалған жауаптар жоқ, болар. Болды. Егер 4 есе артатын болсам, 4-дің түбірін шығара саламын, алдын арай, 4-дің түбірі 2 шығады, демек 2 есе артады. Егер астында тұратын болса, онда не істеймін? Астынан қоямын. Мысал ретінде қараңыздар. Например, М-ді 4 есе арттыратын болсам, онда бұл астында тұр ғой. 4-ден шыққаннан кейін мына жылдамдықтың астына барады. 4-тің түбірі 2 шығады. 4-тің түбірі 2 болып астына барады. Онда 2 есе кемейді деп айтасыздар. Бірақ енді бұл жерде М тұрақты, сондықтан арттырмайсыздар оны, хорошо? Енді осындай есеп кездессе деген нәрсе ғой. Түсінсеңіздер егер. Келесі есеп 23-ші есеп номері. Айнымалы кернеудің әсерлік мәні. Бұл есеп уже келе жауыр болды да болар. Кішірейту керек екен, сен көрінбей тұр бізге. Так. Бұл жерде бір жауап көрінбей қалыпты болар. Ж, H көрінбей қалған, 2 жауап көрінбей қалған. Қатты маңызды емес, біліп жүрсеңіздер. Айнымалы кернеудің әсерлік мәні дегеніміз U әсерлік Ә деп қояйын. Ол U максимумды бөлестір просто түбірасты 2-ге. Немесе түбірасты 2-нің мәні қаншаға тең? Түбірасты 2 дегеніміз ол 1,41 немесе кейсінде 42. Сондықтан 1 бөлінген 41 болады. 2 жауап болады. Бірінші жауап бар ма? Міне, С деген жауап бар, С дегеніміз ол 1,41 депті. Екіншісі түбірасты М бөлінген түбірасты 2. Ол жауап жоқ. Демек, H пен G-дің біреуі ғой, получается, да? Сондықтан оны қатты маңызды емес, білетін шығарсыздар. Кеттік ондай болса, келесі. Келесі есеп бұл 24-ші есеп балалар. 24-ші есепті қалай шығарамыз? Кернеуге дейін зарядталған конденсатордың энергиясы. Бұл жерде кернеу мен зарядтың байланысы бар теңдеуді. Конденсатордың энергиясының 3 теңдеуі бар болар. Біріншісі С-У квадрат бөлінген 2, бұл зарядталып жатқан тоқ көзіне қосылған плюс. Екіншісі зарядталып қойған уже Q квадрат бөлінген 2С деген. Бұл жерде минус деп. Ал кейде белгісіз болады. Қосылып тұр ма, зарядталып тұр ма, тоқ көзінің суырылды ма, айырылды белгісіз ол кезде QU бөлінген 2. Как раз бізге осы келіп тұр. Соңғысы 500 кернеу беріп тұр, заряд беріп тұр да. Бұл орнына қоямыз. Q дегеніміз бізде 4 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі, ал U дегеніміз 500 болар. U дегеніміз бізде 500.
Бөлеміз 2-ге. 2 мен 4 қысқарып кетеді. 2 қалады. Ну, получается, жауап қанша шығады бұл есепте? Так, 2 қалды, 2 плюс 10, 1000 шығады. 1000 көбейтілген болады. 500-ге көбейтілген 1000 болады, оның минус 4 дәрежесі. 1000 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі болады. Ол дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі дегеніміз, ол где-то 10-ның минус 1 дәрежесі. Ол дегеніміз 0,1 болып үшін. Жауап бар ма мындай? Жауап аш жауап бар екен. Бұл қайсы өзі? Номері 24-ші есеп па? Сосын тағы бір жауап бар екен. Көрейік бар ма екен? 0,1, мынау 1 деген сан жоқ, 1 нақты тұр, 100 милли жол дейді. 100 милли жол деген бұл да 0,1-ге тең болады, мыңға бөлеміз ғой. Сондықтан жауап D аш болады. Келесі 25-ші есеп. Кеттік ондай болса. Ой, простой есеп екен деп. Барлық жауап көрініп тұр. Кеттік онда. Дифференциалдық тордың периоды. Бұл жерде дифференциалдық тордың теңдеуі d синус альфа тең болады. К лямбда деген теңдеу бар. Осы жерден d деген период осы. D дегеніміз негізінде L бөлінген N. L дегеніміз мынау ұзындық 1 мм, N деген штрих саны N. Сонда 1 мм деген 10-ның минус 3 дәрежесі ғой. Бөлінген N дегеніміз 100. Қанша? Дәрежемен шығатын болса 10-ның минус 3 дәрежесін получается, 10-ның минус қанша дәрежесін білеміз? Плюс екен ғой, плюс 2 дәрежесін. 100 деген 10-ның 2 дәрежесі ғой. Сонда үстен шыққан кезде минус болады, получается 10-ның минус 5 дәрежесі шығады. Енді бұндай жауаптар келе бермейді, микромиллиметр деп, бұны жауаптар атмасақ 10 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі деп алуға болады. Ол дегеніміз 10 микро додан өлшем бөлігі метр қойды ма? Метр. Микрометр ғой. Жауап бар ма? 10 микрометр деген. 1 микрометр деген жауап берген. Бұл бірақ 1 микрометр. Бұл дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. 10, 50 дейді дұрыс емес. 10-ның неше дәрежесі дұрыс емес. Минус 5 дәрежесі бар екен. Жауап жауап болады ма? 10-ның минус 5 дәрежесі деген шығып тұр, балалар. Жауап бар. Сосын қай жауап келесі? Так, басқа 100 мм деген болмайды. Аш жауап бар екен. 10 микрометр. 10 микрометр. 25-ші есеп. Екі жауап бар, кетті ондай болса. Так, келесі есеп бізде қайсы 26 ма? 26 ғой деймін, 26-ші есеп екен. 26-ші есеп өткен сұрақтарда сабақтарда келді. Жиілік, период, жылдамдық. Осылардың несін тау керек? Толқын ұзындығын тау керек екен. Толқын ұзындығын теңдеуін жазайын. Бар теңдеуін. Толқын ұзындығы негізі V бөлінген V көбейтілген T немесе V бөлінген ню деген екі теңдеу бар. Басқа теңдеуі жоқ почти. Қарайық, бар ма? Так, мынау болмайды. Ню бөлінген 2 пи дейді, бұл вообще болмайды. Мынау бар екен. Вот. Тұрда міне. Келесі V бөлінген ню деген жауап болырық. V бөлінген ню не? F жауап. Сонда С F бола ма? С F болады. 26 кетті. 27. 27-ні проставим. Так, 27 орташа квадраттық жылдамдық тауып керек. Бағана орташа квадраттық жылдамдықтың теңдеуін жаздық, балар. Бір молекуласының массасы мынандай болады. Бір молекуласы дегеніміз М0 бұл. М0 3 көбейтілген 10-ның минус 23 дәрежесі. Мәсі, керемет. Температурасы 25-27 Цельсий градус. Бұны кельвинге айландыру керек. Кельвинге айландыру үшін тыны 27-ге қосып береміз. Қаншаны? 273-ті. Сол кезде 300 кельвин болады.
осы молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы, яғни v-ны табу керек. V-ның теңдеуін бағана жаздым, иә? 3RT бөлінген үлкен M молярлық масса немесе 3KT бөлінген бір молекуланың массасы дедім, иә? Біз қайсысын қолданамыз? Так. Біз бір молекула массасы бергендіктен және K-ны бергендіктен K-ны. Сондықтан мына теңдеуді қолданамыз. Соңғысы. Жазайық. V тең 3KT бөлінген M нөлевой деймін, түбір астына жіберем. Осы жерден орнына қоямын. 3 көбейтілген K деген міне тұр, балалар. 1/38 көппен бүйтіп көрдім. Оның минус 1/38 оның минус 23 дәрежесі бөлінген M нөлевой дегеніміз масса міне тұр ғой. Жаздық, иә? Так, болғанша 3 көбейтілген оның минус 23 дәрежесі. Бір нәрсені ұмытып кеттік, температураны. Мына Т деген бар ғой, 3-ті жаздық, К-ны жаздық, 3-ті жаздық, К-ны жаздық, енді Т деген 300 кельвин. 300 кельвин міне шығарып қойдық оны. Енді түбірастын шығарамыз, есептейміз. Все, болды. 3 пен 3 қысқарып кетеді, минус 23 пен минус 20 қысқарып кетеді. Сонда получается 1/38-ді 3-ке көбейтеміз. Да? Сосын не істейміз? Түбірастын шығарамыз. Тең 1/38-ді көбейтесің 300-ге бөлесің түбірастына. Енді 1/38 деген қанша ол? 1/5 емес, иә? 300-ді примерно 400-ге жұқтайды, ол 1/38-ден. Яғни 400 болса, примерно 20 шығады. Жауап 20. 20 деген жауап бұл бізде бар. В. Метр секунд. Километр сағатын берген болса іздейік. Көріп метр алмайды, тек аш жауаптар бар, 90 дейді, бұл дұрыс емес. Километр сағат ешқандай жоқ, сондықтан жауап тек В болады. Хорошо? Хорошо. Кетті, онда келесі есеп номері 28, да? Номері 28 екен. Номер 28, ойбай, бұл постоянно келетін есеп, екі нұсқа соң үшеуінде де келді, қайталанған есеп екен. Так, нью тең болады, не дейміз? В бөлінген В нөлевой. Осы жерден В-ны табу керек. В тең нью көбейтілген В нөлевой. Енді қарасаңыз, нью дегеніміз қанша деп тұр? 8000 деп тұр, да? 8000 көбейтілген нью нөлевой, В нөлевой деп қарастырамыз. В нөлевой қанша есе артты? 8000 есе артты. Десек, 8000 есе артты деген жауап В болады. Магнит өтімділігі. Келесі сұрақ 29 сұрақ. 29-да қанша шығарамыз, ұзындығы 5, бұл L тең 5, F тең 100 дейді. 1 миллиметрге серппен деформация ұшырайды дейді. 1 миллиметрген қанша дельта L. 1 миллиметр балар. Механикалық кернеу деген бұл қайсы? Бұл Е. 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Мега деген 6 паскал. Жазып қойын өлшем бірім. Сымның көлденең қимасының ауданы және Юм моделі. Енді бағана теңдеу жазамын. Е тең болады дельта L бөлінген L тең болады F бөлінген S Е деген теңдеу бар. Осы жерден табу керек бірінші мына жағын қолдану арқылы балалар. Қайсын табамыз? Аудан табамыз. Аудан табатын болсақ, мына мен мынаны көбейтем, L мен F-ті көбейтем, арғарай дельта L мен E-ні көбейтем. Осы жерде L дегеніміз 5 метр, F дегеніміз 100 ньютон бері тұрмай. Қарасаңыз bare болады. Бөлінген дельта L дегеніміз 1 миллиметр, ол оның минус 3 дәрежесі. E дегеніміз 4 мегапаскал. 4 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Есептейтін болсақ, бізде жауап шығады 28-ші есеп па? 29 ба? Қанша шығады? Где-то 20 көбейтілген қысқартайық. Минус пен мынау қысқарып кетеді. Плюс 3 қалады. 4 пен 100-ді қысқартасың. 25 қалады. 25-ті
қанша көбейтемін? 5-ке. Так. Көп сан шығып кетті ғой, да? Так. 20 дұрыс көбейтетін болсам, орнына қойып көрейік қайтадан. Есені шығардым ғой, да? Так. 25, 20. Так, дельта наоборот болады екен, бәсі, мына қуып кетсем. Дұрыс. Так, қайтын керек. Бізге S керек. L мен F көбейттім. L дегенім 5 болды, F дегенім 100 болды. Дұрыс қой, 5 көбейткен 100 бөлінген дельта L дегеніміз 10-ның минус 3 дәрежесі, E дегеніміз 4. 4 көбейтілген қанша болады? Так. 10-ның 6 дәрежесі болады. 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болады. Мына қысқарады. Ай, жоқ, мынау механикалық кернеу беріп екен. Ол онда сигма беріп тұр ғой. Ой, блин. Так, кешіріңіздер болар. Сондықтан жауаптар шықпайды что-то. Так, мына жерде F бөлінген S, E механикалық кернеу екен ғой. Бұл сигма. Сигма болар. Осы жерден табу керек. Онда бірінші S табу керек болады. Так, сигма тең болады F бөлінген S. Осы жерден шығарамыз нені? Так, S шығарамыз, да? S шығарамыз. F бөлінген сигма болады. Окей. F дегеніміз бар. Қанша? 100 ньютон болды. Все. 100 бөлінген сигма дегеніміз 4 мегапаскал. 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болады. 100 бен 4 қысқарған кезде 25 қалады. 25 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат болады. Бәсе. Так. Келесі S таптық. Енді наяқтан ені табамыз болға. S тапқаннан кейін ені табамыз. Ені табатын болсақ, L мен шығарып алайық. Так, L мен F-ті көбейтемін, бөлемін, дельта L-дің неге қатынасын, E-ге қатынасын, көбейтінісіне. Ой, еміз Young модуль екен ғой. S-ге қатынасы S. Окей, кеттік. L дегеніміз қанша бұл? 5 метр. 5 көбейтілген F дегеніміз 100. Бөлінген дельта L дегеніміз қанша? 1 мм, 10 минус 3 дәрежесі. Көбейтілген S дегеніміз шығарып алды. 25. Все. 10-ның минус 6 дәрежесі. Осы жерден 25 пен мынау қысқарып. Ана қысқартқан сәлем бәді. Яқта қанша шығады? 4 шығады. И минус 3 пен мынау қысқарады. Минус 6, минус 9 көбейтеді. Сөйтетті 4 пен 5-ті көбейтетін болсам 20 шығады. Астында минус 9 үстіне қарап көтеріп кетеді. Сонда оның плюс 9 дәрежесі шығады. Плюс 9 дәрежесі шығады. Оны жазуға болады 20 не деп? Гега деген бар ма? 20 гега паскал деп жазуға болады. Немесе егер минус 9 шықты ғой, да? 20, 5, 4, 20, жауап бар ма? Көрейік. Немесе 20 көбейтілген, 25 2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі жазуға болады, 20-ны 9 дәрежесі. Так, бұл жерде көп жауап шығу керек. Бірінші жауап қайсысы болды? 25 көбейтілген минус 6 дәрежесі болады. Бұл немесе 25 микрометр, метр квадрат. Мынау немесе 20 көбейтілген 9 дәрежесі. Екі жауапты қарап іздейік. Так, мынау бар екен. Минус 6, 10 дәреже бар екен.
С жауап болады. Одан кейін қайсы жауап болады? 25 деп басталатын мына жауап болуы мүмкін ба? Сантиметр квадрат -4, -6 болады. 2 көбейтілген 10-ның. Так, мынау болатын сияқты, иә? 2 көбейтілген 10 дәрежесі. Мынау болады, А болады. Сосын тағы бар ма? 25 миллиметр квадрат дейді. Милли деген -3. И квадраттан -6, оның көбейтіп 9 дәрежесі болады. F болады екен. А, С, F болады екен, иә? Бұл қай есеп? Так, 3 жауап шықты ма сонымен? Так, бір тексеріп жер, 25 көбейтілген -6 дәрежесі, көбейтілген 10, дұрыс дәреже. Мынау 25 сантиметр квадрат, -4, -6 болады. 25 милли квадрат, 19 дәрежесі. Сияқты дұрыс. Окей, кеттік. Келесі есеп, соңғы 30-шы есеп. Так, массалық саны 40, реттік нөмірі 20 дейді. Так, бір элемент алайық мысалға, кальций деймі? Кальций дейтін болсақ, массалық саны деген 40 бұл А, мына жердегі. А деп тұрған 40. И реттік нөмір деген Z. Z деп тұрған бұл 20. Бұл Z неге тең? Z деген реттік нөмірі, бұл бірінші реттік нөмірі, екінші протон санына тең. Так, протон санына және электрон санына тең. Олардың мәні 20 болады. Енді бізде альфа бөлшектің қатынасы дейді. Альфа бөлшек зарядына. Альфа бөлшек дегеніміз қайсысы? Бұл H, яғни гелий ғой. 4-2. Бұл бөлшектің массалық саны 4, реттік нөмірі Z2. Енді бұлдың да Z протонына тең және электрон санына тең. Бұл Z деген 22 деген сан. Ол 2-ке тең, де? Бізге демек мына екеуін қатынастау керек қой. Так, кальцийдікі білеміз альфа бөлшектікі. Кальцийдікі 20, мынанікі 2 болды. Ары қарай 10 шығады жауап. 10 деген бір жауап бар екен. Сонымен осы нұсқа бітті. Түсінікті болар деп ойлаймын. Түсіндіре алған шығармын, да? Түсінбей жазсаңыздар, айтыңыздар, былай түсіндіңіздер, былай түсіндіңіздер, астына комментарийға жазсаңыздар. Егер жақсы түсінген болсаңыздар, жақсы, ағай, рахмет деген сияқты жазып тұрсаңыздар, ол маған мотивация береді. Сіздерге тағы да көбірек сабақ түсіндіруге тырысамын. Окей? Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар. Осымен 3-ші нұсқа бітті.